Сәлем, менің сүйікті тыңдармандарым. Бүгін сіздермен біз to be етістігін үйренеміз. Оңай әрі тез түсінікті менімен бірге жаттап ал. Ал ендеше кеттік. To be ол бізде етістік, болу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, сіз кімсіз, сіз қандайсыз, сіз қай жақтансыз деген сұрақтарға жауап береді. Ағылшын тілінде осы сұрақтарға жауап беру үшін біз көмекші сөздерді қолданамыз. Мысалы, сіз кімсіз? Мен оқушымын. I am a pupil. Сіз қандайсыз? Мен бақыттымын. I am a happy. Енді біз болу дегенді қалай түсінеміз? Мысалы, сіз кім болып келесіз? Оқушы болып келгеннен кейін өзіңізді оқушымын деп таныстырасыз. I am a pupil. Сіз қандайсыз? Өзіңіз қандай көңіл күйде жүрсіз, қандай сезімде жүрсіз, соны түсіндіресіз. Мен бақыттымын. I am a happy. Ағылшын тілінде ендеше to be-ді шатастыра беретін am, is, are сөздерін үйренеміз. Осы үш сөзді жаттап алсақ, бізге оңай болады. Am, is, are. Am ол I мен жүреді. I ол мен. I am мен. He, she, it, is. He ол ұлға айтамыз. She ол қызға айтамыз. It затқа немесе жануарларға айтамыз. Ал are ол бізде you, we, they. You are, we are, they are. Сендер, біз, олар деген мағынаны білдіреді. Есте сақтаңыз. Am сөзі I сөзінен басқа сөздермен жүрмейді. Is ол жекеше түрде қолданылады, ал are ол көпше түрде қолданылады. Яғни бұл жерде he ол біреу ғана, сондықтан is. She ол қыз біреу ғана, сондықтан is. It бұл жерде зат немесе жануар біреу ғана, сондықтан is қолданамыз. He is, she is, it is. Ал are бізде көпше түр болғандықтан you сөзі ол жекеше де көпше түрде де жүре береді. Сондықтан біз бұл жерде you are, we are, they are. You are сендер, we are біз, they are олар сөзімен ала береміз. Is сөзімен are сөзінің ерекшелігі осыда. Енді мен сіздерге мысал ретінде to be сөйлемдерін шығарғым кеп тұр. Оңай әрі жеңіл сөйлемдер. I am a teacher. Мен мұғаліммін. She is my sister. Ол менің әпкем. He is my classmate. Ол менің сыныптасым. It is a rabbit. Ол қоян. You are students. Сендер оқушыларсыңдар. They are friends. Олар достар. We are relatives. Біз туысқандармыз. Бұл жерде кім болып келетіндігі туралы таныстырып жатыр. Мен мұғаліммін, ол менің әпкем деген сияқты. Ал енді жалғастырайық. Келесі бізде to be-дің болымды, болымсыз, сұраулы сөйлемдерін үйренеміз. Бізде affirmative, negative, question түрлерін өтеміз. Бұл жерде affirmative сөзі болымды мағынаны білдіреді. Алдыңғы сабақта айтқандай I am, you, we, they are, he, she, it, is. Енді негатив сөзіне біз not деген сөзді қосамыз. I am not, мен емес. You, we, they aren't. Сендер, біз, олар емес. He, she, it is not. Ол емес, қыз емес, зат немесе жануар емес. Жай ғана not деген сөзді қоссақ, бізде болымсыз түрге айналады. Questionға келер болсақ, бұл жерде am, are, is сөзі жай ғана сөйлемдердің алдына кетеді. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қарапайым тілмен түсіндіре алдым деп ойлаймын. Лайк басып тіркеле кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше.